Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Күшті тақырып. Мотивация жоқ дейді. Сіздер білесіздер ме, не үшін адамда мотивация жоғалатынын? Өйткені мына нәрсені түсініп алу керек. Біздің ми бір нәрсе істеу үшін ол энергия бөлу керек, а біздің ми энергияға өте сараң. Энергия мен зейінге, вниманияға өте сараң. Ол бекерден бекер энергия бөлмейді. Ол энергия бөлу үшін оған мына сұрақтарға жауап беру керек. Ең бірінші, егер бұл энергия бөлінетін болса, ол оның тірі қалуына әсер ете ме, етпейді ма? Сонда біз мынау бір нәрсе істейтін болсақ, мысалы спортпен айналысатын болсақ, мына әрекетті жасайтын болсақ, бұл біздің тірі қалуымызға әсер ете ме, етпей ме деген сұраққа жауап беру керек. Егер ешқандай әсерін тигізбейтін болса, пайдасы да болмайтын болса, зияны да болмайтын болса, онда ол нәрсені істемейді. Ол қалай түсіндірсек болады? Егер адамның жейтін тамағы болмайтын болса, ми ол жерде автоматты түрде сен мотивацияңды қосып жібереді да, барып тұрып жұмыс жасатқызып жібереді. Сенің жейтін тамағың болмайтын болса, сен жатпайсың ғой, ләйліп күтіп, қашан тамағым келіп қалады екен деп жатпайсың ғой. Сен барасың да тұрасың да әрекет жасайсың. Тамағың тоқ болатын болса, онда ми ары қарай енді тоқ тамақпен барып спортпен айналысайық, нан істейік деген нәрсеге уже ол жерде энергия бөлінбейді. Неге? Өйткені дополнительно ол жерде мағына керек. А ол мағына бізде қандай сұрақтан келеді? Мына нәрсені істесем, маған қандай ләззат болады, қандай пайда тиеді? Нақты пайдаларды айту керек бұл жерде. Миға пайда тигізетін дүние ол берілетін ләззаты. Ол үлкен, кіші болсын маңызды емес, үлкен бір сондай бір ләззаттар. Дофамин, серотонин дейміз ғой, енді бір сол формадағы бір ләззаттар керек. Енді ләззаттан бөлек осы миды орнынан тұрғызатын нәрсе, ол үшінші мәселе бар, ол үлкен бір мағына. Ол бір сенің, енді бұны бір ләззаттың категориясына тықсақ болады, бірақ бұл андай ұзақ, созылмалы бір ләззат деп айтсақ болады. Созылмалы ләззатты біз бақыт деп атасақ болады. Бір бақыт үшін уже ми ары қарай әрекетін жасай бастайды. Сонда қараңыз, мына үш дүниеге ми міндетті түрде өзінің энергиясын бөледі екен, и сол кезде сен тұрады кезінде әрекетін жасайды екенсің. Ең бірінші, тірі қалу үшін энергияны бөледі. Сонда тамақ табу үшін, жылы жер табу үшін, үй табу үшін деген сияқты мәселелер келеді. Екінші мәселеде ол ләззат үшін энергия бөледі екен, бір кайфтар үшін, қандай да бір кайф болсын. Енді бұл жерде кайф деген не деген сұрақ, ол уже әр адамдікі жеке болады. Мұсылман адамның кайфы мысалы үшін намаз оқуында, соны түсінуінде, соның ішіне кіруінде. Бұрын айтатын еді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз оқыған кезде аяғы ісіп кеткенше намаз оқитын деген мәселелер бар еді. Ол жерде бір үлкен ләззатты сезінгеннен болатын дүние. Вот сен де намазды өзіңнің бойыңа сөйтіп отырғыза алатын болсаң, сен де намаздан ләззат алып үйренетін болсаң, онда сен де намазды сөйтіп оқисың деген мәселе ғой бұл жерде. Ләззат деген дүние адамға бір сондай үлкен мотивация болады. Қиын нәрсені жеңілдеткізеді. Ләззат деген мәселе бір саған істегің келмей тұрған нәрсені істеткізетін мәселе. Сол үшін адам дұрыс осы нәрсені мотивация қылып қоя білу керек. Үшінші мәселеде адамға созылмалы ләззат, бағанағы бақыт. Бақыт деген дүние ол арғы өмір. Мен не үшін өмір сүріп жүрмін? Ол менің өмір сүріп жүргенім бекер емес екен. Мен адамдарға үлкен пайдамды тигізіп жатыр екенмін деген мәселелер, деген сұрақтарға жауап. Соны осы нәрсе адамға бақытты береді. Сен осы өмірде пайдалы бола алсаң, өлгеннен кейін артыңа бір із қалдыра алсаң, ақыретте сенің жағдайың дұрыс болатын болса, сен соны түсінсең, Аллахтың разылығын ала алатын болсаң, міне осы нәрселер бізге, енді мұсылман адамдарға осы нәрсе бір бақыт береді. Басқа қауымдарды алатын болсақ, оларға бақыт беретін дүние дәл осы, просто ол жерде басқаша аталуы мүмкін, бірақ дәл осы нәрселер. Адамға бір бақыт қалын, бір үлкен бір қиыншылыққа төзу, сабыр сақтау, шүкір ету деген мәселелерді адамның бойына сіңіретін, адамды орнынан тұрғызатын, әрекет еткізетін дүние, ол бағанағыдай бақытқа ұмтылуы адамның. Осы үш нәрсе біздің миға шынайы мотивация болады екен, шынайы біздің орнымыздан тұрғызады екен. Сондықтан сіздер миларыңызды орындарыңыздан, миларыңызды демей ақ қойын, енді өздеріңізді орындарыңыздан тұрғыза алмай жатсаңыздар, онда сіздерде мына мәселелердің барлығы жабық. Сіздер тоқсыздар. Сіздерге тірі қалу керек емес, өйткені тірісіздер, и скорее всего аш қалмайсыздар деген мәселе бар. Лық, кеңірдекке деген тамақ бар, желінген, кайфтасыңдар, сондықтан ол жерде тұрудың қажеті жоқ. Ләззат, күнделікті телефон бар, қысқа мерзімді, созылмалы ләззаттардың барлығын сол бекітіп тастап жатыр. Ал енді осы нәрсе бола тұра, неге онда мен бақытсызбын дейтін болсаң, онда сенде үшінші мәселе жабық тұр. Енді сен адамсың ғой, саналысың ғой, ойланған кезде сен түсініп тұрсың. Мен тірімін, мен тоқпын, менде ләззат бар, бірақ менен ешқандай пайда жоқ. Менің беріп жатқан пайдам аз.
деген мәселе сені қатты мазалайды да күйзеліске түсіріп жібереді. Сол үшін сен бірінші, екінші мәселе сенде жабық болатын болса, үшінші сенің орныңнан тұрғызатын нәрсе осы бір үлкен мағына. Мен бұл дүниеге не үшін келдім? Мен бұл дүниеде қандай пайдам тигізіп кетуім керек? Мен қандай жалпы миссиямен келдім деген сұрақ. Сол үшін өзіңді қазір оята алмай жатсаң, онда сен осы сұраққа жауап бермегенсің деген сөз. Қазір біздің мақсат сіздермен бірге осы сұраққа жауап іздеу. Жауап беру емес, жауап іздеу. Көрдіңдер ма? Бізде бұл блокты біз былай бекітіп тастағанбыз. Миссиям келсін, кім екенімді біліп алайын, содан кейін барып пайдам тигіземін деп жатыр. Жоқ, ол дұрыс емес. Кім екенімді білуім үшін, миссиямды табуым үшін тұруым керек деген нәрсені өзімізге мақсат қылып қоямыз. Тамақты уже мақсат қылып қоймайсың, ләззатты мақсат қылып қоймайсың, барлық жерде ол нәрсе бар, бекітіліп қойған, күнделікті істеп жатсың, түсінікті. Енді саған орнынан шынымен атқызып, орнынан бағанағыдай тұс тіккендей тұрғызатын дүние ол сені мен енді миссиям табуым керек дейсің. Не үшін миссиям табуым керек деген сұрақ болатын болса, онда миссиям табатын болсам, мен бұл әлемге максималды түрде пайдалы боламын. Не үшін пайдалы боламын дейтін болсаң, артымнан із қалдырамын. Не үшін із қалдырамын дейтін болсаң, жалпы менің пайдалы болуым, менің осы дүниеде артымнан із қалдыруымның барлығы Алланың разылығы үшін дейсің. Түсіндірдің бе? Сонда Алланың разылығына дейін бір роудмап жазып шығу керексің. Мен мына нәрсені істесем мынандай болады, мына нәрсе мынандай болады, мына нәрсе деген сияқты бір роудмап қадам-қадаммен жазып шығу керексің. Сонда сен қазір мен миссиям тауып алайын, мен бірінші байып алайын, мен бірінші өйтіп алайын деген сұрақты ысырып тастай сал. Ол сұрақ сені орнынан оятпайды. Ол наоборот сені жатқызады, егілдіреді. Маған бір нәрсе келсін, содан кейін мен мынаны істеймін деген дүние ол сені егілдіріп быт-шыт қылып орнынан тұрғызбай жатқызып тастайтын дүние. Сол үшін сен келсін емес, соған мен барайын деп өзіңді тұрғыз. Мен мотивациям, мен миссиямды табайын, мен мағына табайын, мен бір өзімнің потенциалымды ашайын деген дүниемен өзіңді күніге орнынан тұрғыз. Сен потенциалыңды өміріңнің соңына дейін ашуда боласың. Сен нағыз миссияңды қашан табасың? Енді бір ешқашанға жақын десек болады, бірақ ол дұрыс емес, ол өтірік әңгіме. Сен дүниеден өтесің ғой. Дүниеден өткеннен кейін, Абдрашид оказывается осы үшін өмір сүріпті ғой деген нәрсе. Сен миссияң табылды, нақты осы үшін деген нәрсе сенің өмірің біткен кезде ғана айтылады. Сол үшін сен қазір миссиямды табайын деген дүние сені тоқтатып тұр. Миссиям келсін бірінші, миссиям келіп алсын бірінші, сосын мен тұрам деген нәрсе тоқтатып тұр. Жоқ, сен миссиямды іздейін де, осы нәрсе сені уже орнынан тұрғызады. Сол үшін сол кезде ғана сен мотивация деген сұрақпен ауырмайтын боласың.